Міне мен қалаға да шықтым, енді қазір мына жерде не өзгеріс болып жатыр екен, соны көріп қайтпасам қалаға шықпағалы көп күн болды ғой. Базар жоқ, мына бүгін машиналардың саны аз ғой демеші, шынымен де машиналар өте аз екен. Әдетте машиналардың саны көп болушы еді, бірақ бүгін машиналар шынымен де өте аз екен. Бірақ бұл не үшін аз екен? Бүгін күн ыстық қой деймін, сондықтан көп адамдар қалаға шықпаған сияқты, себебі күн өте ыстық екен. Шынымен де ыстық екен ғой. Базар жоқ, қазір мына жерде бір балмұздақ жемесем әйтпесе ема күні өте ыстық екен. Мен бүгін өзіміздің қаламызда жаңадан банк ашты деп естіп едім. Сол банкқа барып қайтпастан, ол не банк екен? Ол бүгін ашады деп естіп едім. Сол банктың ішінде жеңілдіктер бар деп естіп едім. Бірақ енді қаланың бәрін қыдырып қайтайын бірінші болып та. Достар, мыналар кімдер? Мына жерде не үшін бәрі айғайлап тұр мыналардың бәрі? Мына көліктер ме? Мына кәдімгідей қымбат көліктер ғой достар, қараңдар. Базар жоқ, мына көліктер деген шынымен де байдың көліктері екен ғой, бірақ мыналар шында не үшін салып қойған түсінбедім. Мына көліктердің бәрін сатуға қойып қойған ба? Базар жоқ, мына қымбат көліктердің бәрін сатуға қойып қойған ба осындай жерлерге? Ал мына адамдар сатып алушы ғой деме, бәрі жиналып алған. Мыналар бәрі қазір көліктердің бәрін сатып алатын сияқты ғой деймін, бірақ бұл көліктер өте қымбат тұрады ғой, не үшін мұнда қойып қойған түсінбедім. Мына кісі ғой деймін сатып жатқан көлікті. Қазір қасынан барып амандасып қайтпасам, ассалаумағалейкум аға, бұл көліктерді сіз сатып жатырсыз ба? Бауырым, мына көліктердің бәрін мен сатып жатырмын, себебі мен қазір ақшам жетпей жатыр, енді осы керек емес көліктердің бәрін сатып жіберейін деп жатырмын. Осында сіз мына көліктердің бәрін сатасыз ба? Базар жоқ, мына шынымен де өте қымбат көліктер ғой. Білем, бұл көліктердің бәрі менікі болған, бірақ енді сатуға тура келіп болып тұр. Мына көліктердің әрқайсысын $1 миллион алған, бірақ енді жеңілдік ретінде $500 мың барлығын сатып жатырмын. Осында мына көліктердің барлығы $1 миллион тұрған ба әрқайсысы? Мына шынымен де өте қымбат көліктер екен. $1 миллион дейді. $1 миллион деген өте көп ақша ғой. Бірақ енді $500 мың түсетін болса, шынымен де өте күшті жеңілдік екен. Осы көліктер маған ұнап қалды. Біреуін алмасам, шынымен де әйтпесе мына көліктер өте күшті екен. Сөйтіп жеңілдікте тұр. Мына көліктердің біреуін алмасам, мына көлік маған қатты ұнап тұр. Осы көлікті аламын ғой деймін. Мына көлік өте күшті екен. Себебі қараңдаршы, мына гоночный ғой деймін. Кәдімгі дрифтқа арналған көлік сияқты. Маған осындай көлік керек болып тұр. Себебі ана велосипедіммен жүріп уже шаршап кеттім. Енді маған осындай көлік керек болып тұр. Мына көлік деген өте мықты екен ғой. Аға, мына көлікке отырып көрсек бола ма? Давай отырып көр, бірақ аласың ба осы көлікті? Алам. Мына көлік сонда $500 мың тұр ма? Бірақ менде қазір $500 мың жоқ қой. Қазір отырып көрейін. Аға отыруға рұқсат берді. Ішін көруге бола ма екен? Қазір көретін боламыз. Іші қандай екен мына көліктің? Достар, іші кәдімгідей күшті екен ғой. Шынымен дрифттің көлігі ғой деймін. Базар жоқ. Аға, мына көлік өте күшті екен. Мынандай көлік бар деп ойлап, мына қымбат көлік екен шынымен де. Базар жоқ, есігін жауып қойып, қазір біреу кіріп кетер. Аға, мына көлік өте күшті екен. Мен осы көлікті алатын болам. Осы көлікті аласың, онда болса $500 мың деп бер. Аға, $500 мың кейін әкелсе бола ма? Қазір мына көлікті сатпай тұрыңыз, жақсы ма? Мен қазір $500 мың алып келетін болам. Ондай болса тезірек бол, болмаса мына жерде көріп тұрсың адамдардың бәрін, осы адамдар мына көліктердің бәрін сатып алғысы келіп тұр. Егер сен үлгермейтін болсаң, мен сатып жіберемін мына көлікті. Аға, ондай болса сіз осында күтіңіз, мен қазір $500 мың алып келетін болам. Жарайды, десе, давай, мен осында күтем. Егер көп күттіретін болсам, мына көліктердің бәрін сатып жіберем. Мына көліктердің бәрін сатып жіберейін деп тұр ғой, аға, шынымен де $500 мың қайдан тапса болады екен? Мына көлік маған өте қатты ұнап қалды. Осы көлікті мен өзіме алмасам, әйтпесе мына велосипедпен жүру өте қиын екен. Қазір енді $500 мың қайдан алса болады екен? $500 мың деген өте көп ақша ғой, оны табу қиын болатын сияқты. Бірақ $500 мың мен қайдан алсам болады екен? Шынымен де $500 мың деген өте көп ақша ғой, оны табу деген қиынға әкелетін сияқты. Сол үшін мен қазір $500 мың табатын бір жұмысты іздемесем, бірақ мұнда біздің қаламызда $500 мың тұратын бір жұмыстар жоқ та ғой. $500 мың қайдан алсам болады екен? Или мүмкін бағана мен естіп едім, біздің қаламызда жаңадан банк ашылып жатыр деп, сол банкке барып қайтпасам, сол банкте маған $500 мың бере ме екен, әлде бермей ме екен? Егер $500 мың беретін болса жақсы болушы еді, бірақ бермейтін болса, енді білмеймін не істейтін. $500 мың ұрлап алып кетем ба, әлде бір нәрсе істеп алып кетем. Ана көлік деген өте күшті екен шынымен де. Ана көлікті мен бүкіл қалада көрмеппін. Мына көлік шынымен де өте қымбат тұратын көлік қой деймін. $500 мың деген өте күшті баға ғой осы көлікке. Сондықтан тезірек қазір $500 мың тауып алайын. Мен қақып кетті ғой. Көрдіңдер ме достар, мына велосипедпен жүру өте ыңғайсыз екен. Осылай түсіп кетсең, машина қағып кетуі мүмкін. Сондықтан қазір мен өзіме бір күшті көлікті алып алмасам, ана көлік маған өте қатты ұнап тұр. Мен қазір банкке тезірек барайын. Міне мен банкке бара жатырмын. Мына жерде деп естіп едім, осы ғимараттың ішінде болу керек деп жаңалықтардан естіп едім. Қазір енді осы банктың ішіне кіріп көрейін. Осының ішінде маған $500 мың бере ме екен, әлде бермей
ойнаймын екен. Қазір велосипедімді осыны қойып кетемін, бір алып кетпейтін шығар велосипедті. Қазір енді ішіне кіретін болайық. Так, достар, мынаның ішінде охранниктер бар екен. Енді осы күзетшілер шынымен де қолдарында дубинкалар бар екен, өте қауіпті екен. Мыналар күзетшілер қаншасını түсінбедім. Мыналар шынымен өте көп қой. Мына банктың ішінде не деген көп адамдар. Мына жаңадан ашылды деп едім, бірақ соның ішінде де адамдар толып кеткен уже. Қазір енді мына жерге барып көрейін. Мына жерде бос екен. Қазір осы адаммен сөйлескенмесем. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Не үшін келдің? Аға, мен банктен ақша алайын деп едім. Маған 500 мың доллар керек болып тұр еді жаңадан көлік алуға. 500 мың доллар дейсің бе? Сізге 500 мың доллар берілмейді. Не үшін бермейді? Мен осында жаңадан келіп тұрмын бірінші болып. Мынау банк жаңадан ашылған банк емес пе? Жаңадан ашылған банк, бірақ бұл кедейлерге 500 мың доллар бермейді. Мынау мені кедей дейді ме? Мынау мені кедей деп жатыр ғой, бірақ мен кедей емеспін ғой, менде ақшам бар ғой. Сен түріңе қараса сен кедейсің ғой, саған 500 мың доллар беруге болмайды, кет бол. Болмаса қазір мына жерде охранниктер сені шығарып жібереді. Мыналар өзінше екен ғой, мені қуып жіберді ғой, 500 мың доллар бермейді дей ме? Мені кедей деп айтып жатыр ғой, бірақ мен кедей емеспін ғой. Базар жоқ, мыналар шынымен де мені қуып жіберді ғой. Давай шығ, мына жерде не істеп отырсың? Саған айтқан жоқ қой мына жерге кет деп. Мынау жаңадан банк тек қана байларға арналған, сен сияқты кедейлерге арналмаған. Мыналар шынымен де өте мықты сияқты екен. Базар жоқ, мыналар мені қуып жатыр ғой. Мыналар қазір осы үшін жауап беретін болады ше. Мыналар шынымен де менің жыныма тиді. Осы үшін мен мыналардың қазір көздерін құртпасам, мына қазір саған базар жоқ, қазір көздерін құртатын боламын сендердің. Қазір енді мына охранниктердің көздерін құртпасам, мен осы банктың бәрін тонап кетуім мүмкін. Әйтпесе мыналар маған ақша бермей жатыр ғой. Қазір охранниктердің бәрін көзін құртпасам, так мыналар қарамай тұрған кезде бұл атып жіберейін. Енді болды, мынаның ішіне кіретін боламын. Ақша мына ішіне сақталатын сияқты ғой дейме? Мынау мықты охранник сияқты қазір басына былай бір соғатын боламын былай. Саған базар жоқ болды, енді ешкім мен тоқтата алмайды. Бағана мынау ғой дейме, бағана айтқан кедей деп. Қазір осын шақырмасам, давай қолың көтер, болмаса қазір атып тастайтын болам. Болды, атпаңыз, болды. Айтқаныңыздың барлығыңыз дейме, тек атпаңыз. Бағана сен емессің маған кедей деп ақша бермей жатқан. Енді қазір сенің банкыңды тонайтын болам. Давай көрсет маған, сейф қай жерде? Сейф ана сіздің артыңызда есікте орналасқан. Мына есікте ме? Осының ішінде дәйек сейф бар, соның ішіне кірсеңіз істейді. Ол сейфтің ішінде ақша бар ма? Оның ішінде өте көп ақша бар. Давай сейфтің номерін айт. Сейфтің номері 2536. Болды, егер сейф ашылмайтын болса сенің басын жаратын боламын. Сен осында отырақтың бе? Жүр, тек атпаңыз. 2536 дейін ме? Қазір ондай болса 2536 деп жазып көрейік, мүмкін ашылатын шығар. Мына сейфті ашып көрмесем, так, мына сейф қой дейме? Мына сейф өте дәу екен. Қазір кодты қайда тереді? Бұл кодты так, мына жерге теретін сияқты дейме? Қазір осы жерге 2536 деп жазбасам, так, 2536 деп жаздым, енді ашылды ма екен? Так, достар, шынымен де есік ашылыпты. Қазір осының ішіне кіріп көрмесем, мына есік не дегенде? Так, енді мынаның ішіне кіріп көрейін, мынаның ішінде ақша бар ма екен? Так, мына жақта ештеңе ақша көріп тұрған жоқпын. Так, мынау ғой достар, мына жерде қаншама ақша бар? Базар жоқ, мына жерде 500 мың доллардан көп ақша бар ғой дейме? Мынаның ішінде 1 миллионнан астам ақша бар екен. Қазір осы ақшалардың бәрін тонап кетпесем, әйтпесе мына банк шынымен де өте мықты екен ғой, тек қана байларды ғана көрсетеді. Маған ақша бермей қойды. Енді осы үшін банктың бәрін тонап кететін болам. Қазір енді осы ақшалардың бәрін істейғанша сейфқа салып алып кетпесем, әйтпесе мына шынымен де өте көп ақша екен, мынаның бәрін алып кете алмайтын сияқтымын. Достар, міне мен ақшалардың бәрін осы чемоданға салып қойдым. Енді мына жерде ақшалардың бәрін алып кете берсем болады. Мына жерде ақшалардың бәрі істемей қалды, бірақ жартысын салып қойдым. 500 мыңнан астам ақша бар екен шынымен де ішінде. Қазір енді полиция шақырмасынан бұрын тезірек кетіп қалайын, болмаса аналар қазір полиция шақыру мүмкін сол кезде мені артынан полициялар қуалап мені түрмеге қамап тастауы мүмкін. Сондықтан тезірек кетіп қалайын. Қазір ана жерде шақырмаған болса мен тезірек кетіп қалайын. Мына жерде адамдар өте көп екен ғой шынымен де. Қазір енді осы кейспен мен шынымен де кетіп қалайын. Қазір мына велосипедіме отырайын да кетіп қалайын. Әйтпесе мына ақшалардың бәрін алып кету шынымен де өте қиын екен ғой. Міне мен келіп те қалдым. Бағана сатып жатқан жер осы жер ғой дейме. Қазір тезірек барып қайтайын. Машиналардың бәрін сатып жіберген жоқ па екен? Егер сатып жіберген болса, өте жаман болады. Себебі мен осы көлік үшін мен банк тонадым ғой. Егер қазір көлік жоқ болатын болса, мен бекерге банк тонағандай болатын боламын. Қазір енді тезірек барайын. Так, мына жерде адамдар әлі тұр. Так, көліктерін бәрін сатып жіберген бе? Достар, көліктерін бәрін сатып жіберген ғой. Тек осы 2 көлік қана қалып тұр. Бірақ ана көліктерде өте күшті, бірақ енді мен осы көлігімді аламын ғой деймін. Себебі мына көлікті ешкім алмаған сияқты ғой. Мына көлік шынымен де өте мықты екен, бірақ ешкім алмаған. Не үшін алмаған екен? Мына көлікті қазір өзіме алмасам, себебі мына көлік өте күшті екен. Қазір енді осы кісіге 500 мың доллар бермесем, аға, сіз көліктеріңіздің бәрін сатып жіберіпсіз ғой. Мына жерде 2 көлік қана қалыпты ғой. Көрінбе, мына жерде өте көп адамдар келді бағана. Мына көліктердің бәрін арзанға сатып жатқан соң олар бәрі алып кетті. Тек осы 2 көлік қана қалып тұр. Аға, ондай болса мен
мына жасыл көлікті аламын ғой деймін, себебі мына көлік маған өте қатындап тұр. Аға, мына 500 мың долларды өзіңіз ала беріңіз. Давай онда мына көлікке отыра бер, мына 500 мың доллар маған бер. Так, міне 500 мың долларды алдым. Давай, молодец, 500 мың доллар әкепсің ғой, сен оны қайдан келдің? Бағана ақша жоқ деп едің ғой. Аға, ол мен бір нәрсе өзімнің жинаған ақшаларым бәрін осында келдім. Жинаған ақша дейсің бе? Жарайды, осы көлікке отыра бер. Мен мына соңғы көлікті сатып жіберейін мұндай болса. Аға, жарайды, рахмет, мұндай болса мен осы көлікке отыра берейін. Қазір достарына көлікке отырып көрейік, қалай болады екен. Көлік шынымен де өте мықты бола ма екен, әлде мықты емес пе екен? Так, міне мен жолға шықтым. Енді қазір жолға шығып айдамасам, ема достар, мына көлік деген шынымен де өте мықты екен ғой. Қараңдар достар, ана кәдімгідей күшті көрінеді екен көлік. Қазір енді жылдамдығын тексеретін боламыз. Мына көлік шынымен де тез жүре ме екен, әлде тез жүрмей ме екен? Қазір енді тезірек былай скорость қосақ, так 150 км/сағатына шейін жетіп тұр. Қазір бұл жылдамдық өте күшті екен. Бірақ енді 200-ге шейін бара ма екен, әлде бармай ма екен? Так достар, 370-ге шейін барып тұр, 180-ге шейін баратын сияқты ғой, шынымен де 200-ден асатын сияқты. Бірақ бұл шынымен де өте қиын екен управлять ету, себебі алдында қанша машиналар шығып жатыр. Енді қазір тезірек мына көлікпен жүріп қайтпасам, қаланың бәрін қыдырып, ана велосипедпен қарағанда 1000 есе күшті ғой, себебі велосипедпен андай жылдамдықпен жүре алмайсың, онымен жүру қиын болады, еще көліктер соғып кетеді. Бірақ мына көлік деген өте мықты екен, себебі мына көлікпен қанша жылдамдықпен жүрсең де өзің білесің. Мына көлік шынымен де базар жоқ көлік екен. Мына көлікті соғып алдым, қазір кішкене жөндеп болмаса, мына көлік үстінде бұрында 1 миллион доллар тұрған ба? Мына көлік шынымен де 1 миллион доллар тұрған болатын болса, өте күшті екен ғой, себебі мынандай көлікті мен қалада бұрындан көрмеппін. Шынында бұл қалада жалғыз ғана көлік қой деймін, себебі мынандай көлікті мен қалада бұрын көрмеп едім. Енді қазір осы көлікпен жүріп қайтпасам, мына көлік шынымен де күшті екен, бірақ бұл көлікке бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Бұл көлікті тюнингovat ету керек сияқты, себебі мына көлік деген өте күшті, бірақ кішкене скорості жетпейтін сияқты. Сондықтан қазір бұл көлікті мен жөндемесем. Так, міне мен достар гаражға да келдім. Енді қазір осы жерде көлікті жөндейтін болам. Қазір осы көлікті улучшить ететін болам, себебі мына көлік деген өте мықты, бірақ енді бұл көлікті одан сайын мықты қылдыратын болам. Так достар, міне көрдіңдер ме, мына көлік деген өте күшті болып кетті ғой. Достар, мына көліктің дөңгелегін де ауыстырдым, капотында кішкене өзгерттім, терезесін өзгерттім, астында подсветкасын да қосып қойдым. Енді бұл көлік өте мықты болатын болады, себебі бұл көлікте енді өте көп ақша құртып енді осындай мықты қылдырып жасадым. Көрдіңіз достар, бұл көлік енді одан сайын мықты болып кетті. Қазір енді осы көлікті тексеретін боламыз, қалай жүреді екен бұл көлік. Так достар, міне мен гаражыма шықтым, бірақ күн қараңғы болып кетті. Енді қазір бұл көлікпен жүретін болам. Достар, көрдіңдер ме, астына жанып тұрған подсветкасын. Енді қазір осы көлікпен шынымен де бүкіл қаланы спокойно қыдырсам болады, себебі мына көлік деген өте мықты. Қараңдар достар, 150 км/сағатқа шейін тез жетті, бірақ кішкене управлениесі қиын болып кетіпті, бірақ ештеңе етпес, бұл дрифтқа арналған көлік қой, себебі қазір енді осы көлікпен жүріп кететін боламыз. Так достар, қараңдар, 150 км/сағатына шейін тез жетіп жатыр. Бағана бұл 150 км-ге әрең жетіп еді, енді қазір бұл 150 км-ға тез жететін болды. Мына көлік деген өте мықты екен, себебі бағанаға қарағанда өте улучшенный болып кетті. Енді мына көлікпен спокойно жарыстарға қатыссам да болады. Достар, мына көлік шынымен де базар жоқ көлік екен. Мынандай көлікті мен бірінші рет көріп тұрмын. Енді қазір осы көлікпен үйіме апармасам, әйтпесе мына көлікті қазір осы жерге қалдырып кететін болсам, бірі алып кетуі мүмкін ғой. Сондықтан қазір өз гаражыма апарып тастаймын. Мына көлікпен бүкіл қаланың бәрін қыдырып шықтым. Енді қазір үйіме қайтпасам, уже қараңғы болды, қазір ұйықтайтын уақыт болды. Сондықтан тезірек үйіме бармасам. Так достар, мыналар кімдер? Мыналар менің алдымда тұрып алған ғой. Мыналар кімдер? Қолдарында пистолет бар ма? Базар жоқ, мыналар бандиттер ғой деймін. Давай қолың көтеріп болмаса атып тастаймын сені. Давай, мен сенің пистолетпен көздеп тұрмын қазір. Егер басып жіберетін болсам, мен сенің басыңа атып жіберемін, ұқтың ба? Давай көліктен түс. Так достар, мыналар мені атып тастайын деп жатыр ма? Жігіттер, атпаңдар, бұл көлікті берем, атпаңдар, тек атпаңдар. Жігіттер, көрдіңдер ме мына көлігін? Мына көлігі өте мықты ғой. Мына көлігі деген шынымен де базар жоқ көлік екен. Мына көлікпен айдап жүр ғой кәдімгідей. Қазір енді осының көлігін тартып алатын боламыз. Жігіттер, бұл көлікті мен өзім сатып алдым ғой. Бұл көлікке мен өте көп ақша құрттым. Көлікті алып кетпеңдер. Сен не деп тұрсың? Қазір сенің басыңа атып тастайтын боламыз. Сондықтан тыныш отыр. Бұл көлік енді біздікі болады. Жігіттер, атпаңдар. Аузын жап, болды, болмаса сені атып тастаймын мына пистолетпен. Достар, мыналар менің көлігімді алып кетпекші ғой. Мыналар бандиттер өте мықты екен. Қолдарында қаншама пистолеттер бар. Мыналар қанша? 5-еу ма? Мыналар шынымен менің көлігімді алып кетпекші ма? Мен осы көлікке көптеген ақша құрттым ғой. Енді қазір көлігімнен айырылып қалам ба мен? Болмайды, бұл көлікті бермеймін. Қайтсем де бұл көлікті бермеймін, себебі бұл көлікке мен өте көп ақша құрттым ғой. Бұл көлік еді менікі. Енді қазір менің көлігімді алып кететін болсам, мыналардың көздерін құртатын болам. Неменде оттап тұрсың? Қазір сенің басыңды атып тастайтын болам. Сондықтан үндемей отыр. Қазір сенің көлігіңе отырамыз. Жігіттер, менде басқаша ой бар. Қазір сендердің көздерін құртатын болам. Сен не үшін тұрып жатсың? Қазір атып тастаймыз. Мә, саған базар жоқ. Қазір сенің көздерін құртатын боламыз. Менің көлігімді алып кетпекшісіңдер ме сендер? Сендер өздеріңді кім деп ойлап отырсыңдар? Мен бұл көлікке қаншама ақша құрттым.
мені қазір өздерінде атып тастайтын болам. Базар жоқ, мына бандиттер шынымен менің көлігімді алмақшы ма? Ема менің өз көлігіме қаншама ақша құрттым, еще мына көлік деген өте күшті. Бұл көлік менікі, қайтадан велосипедпен жүргім келіп тұрған жоқ. Қазір сендер көздерін құртпасам, ема сендер кімсіңдер? Менің көлігімді алып кететіндей. Болды, енді көздерін құрттым, енді өз көлігіме отырып алайын. Ема тезірек кетіп қалайын. Қазір полиция келуі мүмкін, адамдар атып тастаған үшін. Бандиттер өзінше болып кеткен ғой. Ема менің көлігімді алып кетпекші. Мына көлік деген өте мықты көлік. Мына көлік бұл қалада жоқ, сондықтан бұл көлікті өз үйіме тезірек апармасам, әйтпесе мына бандиттер шынымен де өте жаман екен ғой. Менің көлігімді алып кетпекші ғой. Ема базар жоқ. Енді қазір осы көлігіме отырып тезірек үйіме апармасам, так міне мен өз үйіме де келіп қалдым. Енді қазір осы көлігімді өз үйіме апарып тастамасам, әйтпесе жаңағындай бандиттер кездесіп қалып менің көлігімді тартып алуы мүмкін. Мынандай көлікті өте мықты, олар көре алмай менің көлігімді алып кетуі мүмкін. Сондықтан көлігімді осына қойып кетейін. Қазір енді алып кетпейтін шығар. Көлігімді егер алып кететін болса, мына пистолетпен бастан жарып тастайтын боламын. Қазір мына есікті жауып тастайын, болмаса бүркіп кетер. Қазір мына есігін кілттеп тастамасам, болды, енді кілттеп тастадым. Енді осына тұра берсін, ешкім алып кетпейтін шығар. Қазір алып кететін болса, мына жерден автоматпен атып тастайтын боламын, мына калашникпен. Болды, енді қазір өз үйіме кірмесем, үйге келмегелі көп болды ғой, ана көлікпен көп жүріп кетедім. Енді қазір үйге келіп ішіне ұйықтамасам. Ал достар, міне видео соңында да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.